Ақтау қаласы маңындағы Қаракөлге қоқиқаздардың алғашқы легі жетті. Ақмола облысындағы теңіз және Қорғалжын көлдерінен ұшып келген экзотикалық құстар ауа райы суытқанға дейін осында тұрақтайды. Мамандардың айтуынша Қаракөлде 10 мыңға жуық қоқиқаз бар. Жыл сайын олардың 100 шақтысы ғана қыстауға қалып отырады. Қалғандары Хазар қорығына немесе одан әрі Иран, Біріккен Араб Әмірлігі мен Үндістан жаққа қарай бет түзейді. Қаракөл аумағы қызыл кітапқа енген қызғылт түсті ірі денелі қанаттылар үшін аялдама іспетті. Сондықтан бұл мекен табиғат қорғау инспекторларының жіті бақылауына алынған. Қазір миграция басталды. Осы октябрь, ноябрь, декабрьге дейін миграция болады. Сосын февраль айында, февраль-март уже обратно ұшады. Кейін қарай солтүстікке қарай ұялайтын жерлеріне. Бізде қыстапта қалады. Қыстап қалғанда тек барлық емес, бір 100 шақтысы қыстап қалуы мүмкін жастарынан. Сосын кейін қарай ұшып кетеді. Солтүстікке қарай уже ұя салатын. Малика Такежанова, Сәбит Амангелдіұлы, Каспия Ньюс, Маңғыстау облысынан.